Неліктен Құдай Израиль халқын Қызыл теңізіне қарай алып келді? Одан да оңай жолдар болмады ма? Мысалға ойланып қарайтын болсақ, қиын жол таңдады, ұзақ жол таңдады. Неге, неліктен деген сұрақ немесе ой келуі мүмкін. Психологиялық тұрғыда кәдімгідей құлдық оймен қалыптасқан адамдар болды. Құдай өзінің кім екенін көрсеткісі келді тағы да. Ойланып қарайтын болсақ, 10 жаза жіберді. Перғауын өзінің әскерін жинап келген кезінде халық сөкті ғой Мұса пайғамбарды. Біз сол жерде қала берсек дұрыс болатын еді ғой деп. Сол 10 жазадан кейін де Құдай өзін көрсетпеді ма? Сәлем достар, Киелі кітап әңгімелері подкаст каналына қош келдіңіздер. Және де бүгінгі сұхбатымызға жауап беретін бауырымыз Ұлан, және де мен Ерболат. Қош келдіңіз, Ұлан. Рахмет, қош көрдік. Осы уақытқа дейін Мысырдан шығу кітабын зерттеп келе жатырмыз. Және де бүгін қуанышты сәт, біз Мысырдан шығып, құлдықтан босатылған уақыт келді. Ендігі сұрақтарым сізге: неліктен Құдай Израиль халқын Қызыл теңізіне қарай алып келді? Алып барды. Одан да оңай жолдар болмады ма? Ербол, рахмет сұрағыңа. Шынымен де жақсы сұрақ. Егер де біз ойлап қарайтын болсақ, шынымен де қысқа жол болды. Ол ең қысқа жол филистирліктердің жерлері арқылы Канаан жеріне бару ең жақын қысқа жол болатын. Бірақ Құдай басқа жол таңдады. Мысалға ойланып қарайтын болсақ, қиын жол таңдады, ұзақ жол таңдады. Неге, неліктен деген сұрақ немесе ой келуі мүмкін. Біріншіден, Израиль халқы құлдықтан енді босатылған адамдар болғандықтан, олар соғысқа дайын емес болды. Мысалға, егер олар қысқа жолмен өтетін болса, оларға соғысуға тура келетін еді. Ондай оларда жаңағындай жауынгерлік рух болған жоқ. Оларда тек қана құлдық рух болды. Олар психологиялық тұрғыда кәдімгідей құлдық оймен қалыптасқан адамдар болды. Өйткені олар қаншама мың жыл бойы, мың жыл емес, қаншама 100 жыл бойы, қаншама 100 жыл бойы олар құлдықта жүрді. Олардың милары да, тәрбиесі де барлығы құлдық болды. Енді Құдайдың мақсаты оларды құлдықтан азат етіп, ұлт жасағысы келді. Сондықтан олар соғысқа біріншіден дайын болған жоқ, екіншіден Құдайдың жоспары болды. Теологиялық тұрғыда қарайтын болатын болсақ, мысалға, Құдай өзінің кім екенін көрсеткісі келді тағы да. Ойланып қарайтын болсақ, 10 жаза жіберді. Сол 10 жазадан кейін де Құдай өзін көрсетпеді ма десек болады. Бірақ та Перғауынның жүрегін мен қасарыстырып қоям деді. Алдын ойлайтын болсақ, Перғауынның жүрегі қасарысып, оларды қуып баратыны ол алдын ала түсінікті болды. Біріншіден, Құдайдың жоспары оның жүрегін қасарысу арқылы Құдайдың жоспары орындалады. Екіншіден, Құдай өзінің құдіретін көрсетеді, өзінің шынайы Құдай екенін. Жалған тәңірлерге, пұттарға деген, өтірік құдайларға деген Құдайдың жауабы. Үшіншіден, бүкіл халық сол суды жарылып ортасынан өткен кезде Құдайдың құдіретін көріп, шынымен де Құдайдың дана екенін, шынымен де Құдайдың сондай мықты, тірі Құдай екенін олар сезіну керек болды. Құдайдың жоспары бойынша. Жаңағы сұрақта, мысалға, көптеген шынымен де адамдар ойлануы мүмкін. Кейбір кезде, неге мені Құдай осы жерге алып бардың? Мына жерде түк жоқ қой деген сияқты да. Қарапайым өмірде, біздің өмірімізде кейбір кезде сондай нәрселер болады. Біз түсіне алмайтын. Бітті. Мына проблемадан шығатын жол жоқ сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ Құдай осы Мысыр елі арқылы, осы нәрселер арқылы көптеген тәрбиені бізге. Тарих қой бұл. Осы тарихты біз артқа қарау арқылы, сол ата-бабалардың өтіп кеткен жағдайы арқылы, осы қиындықтар арқылы біз өмірімізде түсінсек болады. Құдайдың кім екенін, Құдайдың қандай екенін.
біздің өмір, егер біз сеніммен Құдаймен бірге өмір сүретін болсақ, біздің алдымызда тіпті теңіз тұрса да, Құдайдың құдіреті жетеді сол теңізді жарып, сол проблеманы шешіп өтуге. Иә. Мысалға деймін да. Енді көптеген нәрсені айтуға болады енді бұл жерде. Фирғауын өзінің әскерін жинап келген кезінде халық сөкті ғой Мұса пайғамбарды. Біз сол жерде қала берсек дұрыс болатын еді ғой деп. Иә, енді ол жерде енді өзің ойлап қарашы, мысалға сен андай нәрсеге ұқсайды да, адамды алады да бүйтіп, сен боссың деп жібереді, артынан иттерін босатып жіберген сияқты ғой. Мысалға да, ол мысалға Құдай перғауын бүкіл халықты босатса да, оның жүрегінде ол халықты ол босатқан жоқ. Шынына келіп қарайтын болса, Құдай ол халықты күшпен босатқыздырды. Иә. Күшпен босатқыздырды. Қорқынышпен. Өйткені оларда басқа амал болған жоқ. Анандай 10 жазадан кейін тіпті оларды жай ғана босатқан жоқ. Бүкіл алтындарын беріп, күмістерін беріп, сол құл болған адамдар сол жерден бай халық болып шығып кетті ғой. Мысалға да, перғауын ойланады ғой, сол кезде біз 14-ші тарауды оқитын болсақ, біз неге оларды босата салдық? Теп-тегін құлдарымызды, тегін жұмысшыларымызды неменеге босаттық біз оларды? Құдайдың да бұл жерде тактикасы өте жоғары. Өзің қарайтын болсаң, Құдай алдын ала білді ғой, сендерді адасып жүрген сияқты көрсін деп. Олар адасып жүрген деп. Сол кезде артынан қууға олардың жүрегінде болды. Иә, Құдай жүрегін қасарыстырды. Иә, Құдай өзінің жоспарын орындады. Бірақ Құдай бұл жерде адамдарды қырып жойғаннан қатыгез болып көрінбейді негізінде. Қатыгездік емес, бұл шайтанға деген жауап, жалған тәңірлерге деген жауап. Тіпті перғауынның өзі Құдай іспетті болды. Перғауынның өзі өзін Құдай санады. Сондықтан да ол өзін Құдай санағандықтан ол шынайы Құдайды мойындағысы келген жоқ. Қаншама жазадан кейін перғауынның жүрегі жібімеді. Ол қорқыныштан, амалдың жоқтығынан жіберді ғой. Бірақ та егер біз ойланып қарайтын болсақ, теңіздің дәл ортасына келген кезде бүкіл сол жердегі әскерлер перғауында бәрі түсінді ғой. Құдайға қарсы күресіп жатырмыз біз деп. Артқа қашқан кезде, сол сәтте олар тірі Құдайға қарсы күресіп жатқан білген кезде барып теңіз жауып қалды. Барлығы біреуде қалған жоқ, бәрі түгелмен қырылып қалды. Мұса пайғамбар сол халықты қалайша нығайтты, сол адамдарды қалайша жігерлендірді, сол перғауын келген кезінде. Жігерлендірді болған кезде, сол кезде олар айтты ғой, біз құлдықта жүргеніміз артық еді ғой, бізге сол жерде жер жетпеді ма өліктерімізді жерлейтін, мысалға, сондай сөздер айтты ғой. Бірақ та сол кезде Құдай Мұса пайғамбар арқылы сөйледі ғой оларға. Құдай айтты, қорықпаңдар деді. Қорықпаңдар деді. Біріншіден, халықта ешқандай амалда болған жоқ басқа. Екіншіден, теңіздің жарылғанын көрген кезде міндетті түрде олар Құдайдың құдіретін көрді. Тіпті олар түні бойы теңіздің қалай ашылып, жердің құрғатылғанын көрді. Түні бойы. Ал түні бойы олар перғауынның әскері қуалап жетіп тұрып, оларды таба алмай қалды. Өйткені оларды Құдай түнек жасап тастады оларды. Олар өз бірлерін таба алмай қалды. Тас қараңғы. Сол Мұса пайғамбар өзін таяғын көтеріп жерге ұрған кезінде. Жерге ұрғанда емес, өзін таяғын көтеріп, таяғынды көтеріп, қолыңды соз деген кезде, таяғыңды көтеріп қолыңды соз деген кезде, Құдай оған бұйрық берді.
Мұса пайғамбар сеніммен, ол жерде сенім болмаса ол ештеңе болмайтын еді. Ол Мұса оқиға пайғамбар- бізге қандай құдай екенін көрсетеді. Иә, жақсы сұрақ. Мысалға, енді мен бағана айттым ғой, өмірімізде тығырыққа тірелгендей сезінген кезде, ешқандай амал жоқ кезде. Керемет деген жалпы не? Жалпы керемет дегеніміз адамның қолынан келмейтін нәрсе. Біз керемет деп айтамыз. Ешқандай адамның қолынан келмейді. Сол теңізді екіге жаруға. Сондай құдіретті жасауға ешқандай адамның қолынан келмейді. Артында жау келе жатыр, алдыңда теңіз, қашатын жер жоқ. Тек қана Құдай көмектеседі деп айтамыз ғой кейбір кезде. Шынымен де сондай. Біздің өмірімізде сондай қиындықтар болған кезде ең басты нәрсе біз Құдайға сеніммен қарау. Бүгінгі өмірімізде теңіз нені білдіреді? Теңіз нені білдіреді? Өте жақсы сұрақ. Мен өз ойымды ғана емес, кел кітапты ашып оқитын болсақ, мысалға, Паулдың айтқаны мен есіме түседі. Паулдың айтқаны Корынтықтарға арналған, бірінші Корынтықтарға арналған хат, 10-шы тарауды оқитын болсақ. Бауырластарым, сендерді төмендегілер туралы хабарсыз қалдырғым келмейді. Халқымыздың күллі ата-бабалары Мысырдан шыққан кезде нұрлы бұлттың жетелеуімен жүріп, бәрі де теңізден өтіп шығып, Тәңір иенің құдіретін көрді. Олардың барлығы да Мұсаның соңынан ергендер ретінде бұлтта, бұлтта және теңізде шомылдыру рәсімінен өткендей болды. Барлығы да Құдай кереметпен берген бірдей тағам жеп, бірдей сусын ішті, себебі олар Құдай қамтамасыз етіп, өздерімен бірге жүріп отырған жартастан сусындайтын. Ал ол жартас Мәсіхтің өзі болатын дейді. Алайда олардың басым көпшілігі Құдайға жақпай, айдалада құрып кетті. Міне осы оқиға бізді ата-бабаларымыздың жамандыққа құмар болудан сақтандырып, үлгі болып тұр дейді. Егер де оқи беретін болсақ, жартас туралы айтатын болсақ, ол мүлдем бөлек әңгіме. Келесі подкастта біз осы жартас туралы да сөйлесетін боламыз. Бірақ дәл қазіргі сенің сұрағың, су дегеніміз нені білдіреді? Жаңа оқығандай Паул айтып отыр. Бұл судан өту рәсімінен өткендей болды дейді. Судан өту рәсімі дегеніміз не? Енді жаңа өмір, ескі өмір өтіп кетіп, мен енді күнә үшін мен өлдім. Менде енді жаңа өмір, Құдаймен бірге өмір. Дәл сол сияқты олар құлдықтан шықты ғой. Құлдықтан шыққаннан кейін олардың барлығы судан өту рәсімінен өтті. Таза судан өту рәсімі дегеніміз тура мағынада осы болатын шығар. Олар шынымен де судан өтті, Құдайдың құдіретін көрді. Енді оларда жаңа өмір басталды. Өте керемет, Шынымен де Иса Мәсіхке сенгеннен кейін, Иса Мәсіхті Құдайым деп қабылдағаннан кейін, біз де шомылдыру сол рәсімінен өтеміз. Өйткені Мәсіхке сенген адам ол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды деп айтамыз. Сондықтан да Иса Мәсіх арқылы біздің жаңа өмір пайда болған сияқты, оларда да жаңа өмір пайда болды. Дәл сол кездегі жаңа өмір сияқты, құлдықтан босатылған Израиль халқы сияқты, дәл біз де Иса Мәсіхті қабылдау арқылы күнәнің құлдығынан босатылып, енді бізде жаңа өмір пайда болады. Міне осы мағынаны толықтай қамтамасыз етеді. Шын мәнінде ол жердегі судың мағынасы, Құдайдың құдіреті өте маңызды. Алдыңғы подкасттарда біз айтқанбыз, осы барлық болған оқиғаны өз балаларыңа, ұрпақтарыңа тарих ретінде қалдырыңдар деген. Енді біз бүгін сол тарихты оқып, сол тарихты қарап, өзіміздің өмірімізде көп нәрсені түсінуге болады.
құтқарудың жалпы мағынасы не екенін түсінуге болады осы жерде. Мен ойлаймын, киелі кітаптағы ең керемет әңгімелердің бірі осы Мұса пайғамбардың өміріндегі жағдайлар. Израиль халқын Құдай қалай құтқарып алды. Осы нәрсеге қарап біз өміріміздегі құлдықтан, жалған тәңірлерден азат болып, жаңа өмірге аяқ басамыз. Дәл Израиль халқы сияқты. Бірақ та Израиль халқы жаңа өмірге аяқ баса да, кейін тағы да күнә жасады. Бірақ ол туралы әрине келесі подкастта біз міндетті түрде сөйлесеміз, міндетті түрде жалғастырамыз. Жауабыңыз өте керемет. Сіздің осы қорымдықтарға арналған хатты ашып, осы мысалы келтіргеніңіз өте керемет болды. Дәл осы жауап келді деп ойлаймын. Және де біз осы оқиғадан қандай сабақ ала аламыз, рухани өмірімізге керек? Енді рухани өмірімізге керек сабақ барлық оқиғадан көп нәрсе қарауға болады. Біріншіден рухани сабақ. Рухани сабақ құлдық өмірден босатуымыз керек. Құлдық түсініктен. Көп адамдар айтады ғой, біз құлмыз деп. Біз айтамыз, біз олмыз деп. Осы жердегі айырмашылық, құлдық пен олдың айырмашылығы осы жерде деп ойлаймын. Құдайдың сүйіспеншілігі өте зор. Біз қанша күнә жасасақ та, қанша дұрыс емес Құдайға ұнамсыз нәрсе істесек те, Құдай бізді мүмкін жазалауы мүмкін. Құдай ескертеді, бірақ міндетті түрде ескертеді. Бүкіл Перғауынды, Мысырдың халқын барлығын Құдай ескертті. Енді тағы да түсінетін нәрсеміз, Құдай бізді ешқашан тастамайды. Құдай өз халқын ешқашан тастамайды. Ешқашан Құдай өз халқын құлдықта қалдырып кетпейді. Біздің өмірімізде қандай да бір шешілмейтін мәселе болса, біз соны Құдайға сеніп тапсыра аламыз. Құдай біздің барлық мәселемізді шеше алады. Өйткені барлық мәселенің шешімі ол тек қана Құдайда. Бізді жаратқан Құдай, ол біздің барлық проблемаларымыздан өте үлкен, біздің проблемаларымыздан жоғары, барлық мәселелерден жоғары. Сондықтан да біз осы оқиға арқылы не түсінеміз? Құдайға сенім артып өмір сүруді түсінеміз. Әрқашанда, барлық жағдайда қуанышпен Құдайға сенім артып, енді мен мәсіхші ретінде Иса Мәсіхке сенім артып, өзімнің құтқарылғаныма мен сенемін. Сол құлдықтан құтқарылғаныма сенемін. Иса Мәсіхтің арқасында. Сондықтан да енді мен барлық тыңдаушыларға айтқым келетін нәрсе, егер де сіздің өміріңізде шешілмейтін мәселе болып жатса, өте қиын мәселелер болып жатса, сізге айтамын, ол проблеманы, ол мәселені тек қана Құдай шешіп береді. Сондықтан да біз барлық мәселені Құдайға тапсырып, оған сеніммен тапсыру арқылы біз құлдықтан азат боламыз. Күнәдан азат боламыз. Және жаңа өмірге бастай алады екенбіз. Аумин. Ұлан бауырым, рахмет сізге осы жауаптарыңызға. Өте терең және де толыққанды жауаптар болды деп сенемін. Және де біздің көрермендерге айтып кетерім, біздің парақшаға лайк басып, және де өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер комментарияға. Келесі кездескенше.